үйірден бөлініп қашпақшы боп кетіп бара жатқан құлынды биені бура қайырып әкелуге шапқылап бара жатыр. Кісінеп тартты сол жаққа қарай. Үйіріне қайтарып әкеп қоспақшы. Биыл бураның үйірінің санын көбейттік. Бауырсақтың үйірінен тағы басқа үйірлерден жуан биелерді, байталдарды әкеп қостық. Ал мына құлынды бие бауырсақтың үйірінде болған. Құлыны, бауырсақтың құлыны бураға әкеп қосқанбыз. Сол өзінің өрісіне қарай, үйренген үйіріне қарай кеткісі келіп жүр ғой. Оны бура жібермей жүр. Өстіп үйірден қашқысы келгендерді қуып отырып әкеп үйірдің ортасына тағады. Егер бұл құлыны жоқ байтал бие болған кезде тістелеп әкеп тығатын еді. Қасында құлын болғаннан кейін оны аяп ақырын айдап алып келе жатыр. Ал бие де құлынын қызғанып жүргісі келмей қос аяқтап секіріп теуіп келе жатыр. Бура мықты, үйірді ешқайда жібермейді. Өстіп шеттегендердің барлығын қайырып қуып алып келеді. Біраз уақыт болды. Бураның мазасы кеткеніне өз сәлде болса күй ұстады. Жүдеңкіреді. Бура қазір дұрыс жайылып та жүрген жоқ шығар. Жан-жақтан қосылған биелердің барлығын қайырып ұстау оңай емес. Әрқайсысы жан-жаққа қашады, өзінің үйірін іздейді, өрісін іздейді. Тіпті құлындайтын кезде бошалап кеткісі келеді. Оның барлығын үйіріп ешқайда жібермей бура ұстап отыр. Бір жағынан жас айғыр, екінші жағынан таза мұғалжар, текті айғыр. Міне өстіп тістелеп отырып әкеп үйіріне қайтадан қосып қояды, жібермейді. Айғыр осысымен айғыр ғой енді. Ешқайда жібермей ұстауыменен өзінің үйірінен айырылмайды. Басқаларға бермейді. Үйірін ешқайда жібермейді. Өзінің үйренген жерінде ұстап отырады. Жақсыдан жаман туса да, жаманнан жақсы туса да, тартпай бір қоймас негізге дей ме Бұқар жырау бабамыз. Дәл сол айтқандай, тектіден текті туады, ата жолын қуады деуші ме еді қазақ. Сол айғырдың мықтылығы енді осы ғой. Үйірін шашып қалмай, өстіп кетем дегендердің барлығын қуып алып келетін, үйірге әкеп қайтадан қосып қоятын. Әне жатыр бураның үйірі. Біз таңертең ерте жайылымға жылқының басына келіп алып, осылардың осы жағдайларын қарап отырамыз.